Сәлем, құрметті көрермен, арнама қош келдіңіз. Міндетті түрде каналға тіркеле кетіңіз. Сіздермен әдеттегідей Айсұлу Исатай бүгін қамырын барлығын қолдан жасап, осындай үгілмелі, мен ыстықтай мына жерде бөліп жатырмын. Өте керемет үгітіліп тұрған бір жасағаннан шығатын рецептпен бөліскім келіп тұр. Ендеше бастайық, бисмиллах деп. Алдымен жылы бөлме температурасында тұрған суымызды алып құйып аламыз. Одан кейін бір қасық тұзымызды салып, одан кейін алдын ала ертіп алған сары майымызды осының үстінен құятын боламыз. Тұз ерігенше кішкене араластырып алыңыз. Әрине толықтай ерімейді. Дегенмен араластырып жіберіңіз. Одан кейін сары майымызды құйғаннан кейін ұнымызды бірте-бірте салап отырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Бұл қатпарлы қамыр өте керемет болып шығады. Қатпарлынан жасасаңыз да, яғни қаттаманың осы самсан жасасаңыз да, үгітіліп, ешқандай қатып кетпей, қабат-қабат болып өте әдемі шығатын болады. Біз дүкеннің қамырын алған кезде, жаңағы газдың противненен самсан алып атқанда бөлініп кетіп, немесе сорпасы сыртына шығып кетіп жатады. Ал бұл үйден жасалған осы рецептпен қамырдан ешқандай сорпасы сыртына шықпай, артық бөлініп кетпей, сонымен қатар ауызда еритін, күтірілген керемет қамыр шығатын болады. Оған сіздерге алдын ала гарантия беремін. Осылай қамырды үнкәл жайғандай етіп, яғни нан астың қамырын жайғандай етіп, осылай жайып алыңыз. Одан кейін рулет етіп орап, думаландырып, морозилікке салып қойыңыз. Міне мен осылай қатырдым. Рулет етіп ораған жерім видеоға түспей қалыпты. Міне осылай етіп қатырып қойып, жазып кішкене ертіп ашып аласыз да, ары қарай самсаңызды жасай бересіз. Міне осылай ашыңыз, одан кейін өзіңізге керекті бөліктерге бөліп алыңыз. Яғни самсаңыз үлкен болады ма, немесе орташа үлкендікте бола ма, соған өзіңізге ыңғайлап осылай бөліп алсаңыз болады. Бір ескертетін жай, жаңағы міне рулет етіп орадық қой, сол оралған жерін жоғарына қаратыңыз самсаның, осыған мән беріңіз. Сол кезде самсаңыздың беті өте керемет болып, қабат-қабат болып үгітіліп тұратын болады. Осы бағытта кішкене оқтаудың көмегімен жайып алыңыз. Содан кейін ғана начинкасын салатын боласыз. Міне қазір көрсетемін. Көрдіңіз бе? Міне оралған жері ортасына келіп тұр. Бұл жер бізде қатпарлы болып өте әдемі болып тұратын болады самсаның бетінде. Сіздерге түсінікті болу үшін бірнеше рет видеода көрсетіп, қалай начинканы салғаннан кейін қалай жабу керек, қалай әдемілеу керек, барлығын мұқият көрсеттім. Жақсылап қарап алыңыз. Салмасы үшін менде ет тартқыштан өткізілген ет, және картоп, және пияз, дәмдеуіштер, кішкене ғана зира қостым. Өте дәмді болып, сочный болып шығады. Пиязын молырақ қосқаныңыз жақсы. Және бір қасықтай сұйық май қосып жіберсеңіз болады салмасына. Сол кезде өте сочный болып, әдемі болып шығатын болады. Міне видеода көрсетілгенді етіп, жандарын жауып, осылай әдемілеп шығыңыз. Сізге түсінікті болсын деп бірнеше рет көрсеткен болатынмын. Мұқият қарап алыңыз. Сонымен қатар асқа жайған қамырды артылып қалып жатса, жайма етіп жайып, одан кейін сармайын ортасына молырақ жағып, рулет секілді орап, жаңағыдай қатырып қойып, кез келген уақытта осылай самса жасап, немесе қаттамадан жасап алсаңыздар болады, өте сәтті шығады. Бұл менен бір лайфхак болсын. Көп қыз келіншектер де солай қолданады деп ойлаймын. Міне барлығын жауып, енді форманы майлап, орналастырып, одан кейін бетіне жұмыртқа күнжіт септім. Мен жұмыртқа үй жағдайындағы, яғни қолдың жұмыртқасы болғандықтан сарысы осындай сары өзі өте сап-сары болып тұр. Өте әдемі, дәмді самсамыз қазір дайын болады. 40 минуттай пеште 180 градуста ұстаңыз. Міне күтірлеп, үгітіліп тұрған самса дайын болды. Мен өте ыстық күйінде сіздерге бөліп көрсеттім, сондықтан қолмен кішкене ұстап тұрмын. Ысылау дегенмен осылай сіздерге көрсеттім. Міне қараңыз, жұп-жұқа үгілмелі өте әдемі болып дайын болды. Видеодан көрініп-ақ тұр деп ойлаймын. Ендеше менің рецептімді міндетті түрде дайындап көріңіз. Видео сізге пайдалы болып, ұнаған болса, міндетті түрде лүпіліңізді, пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Сіздермен болған Айсұлу Исатай. Келесі видеоларда аман-есен жолыққанша. Күндеріңізге сәттілік тілеймін.
менімен бірге болғандарыңызға рахмет.